Мен сырқат емеспін, денім сау, тек махаббатқа сенуім керек дейді беймәлім науқасқа шалдыққан Жазира. Бұл таяуда ғана Мұхтар Әуезов атындағы академиялық драма театрында тұсауы кесілген «Қас-қағым сәт» қойылымы. Туынды авторы Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Жабал Ерғали. Режиссер Елік Нұрсұлтан сахналаған шығарма желісі адамдардың арасындағы психологиялық қарым-қатынасқа құрылған. Моноспектакль жас режиссердің осы театрдағы екінші қойылымы. Адами қарым-қатынас, махаббаттың жоғалып бара жатқаны. Жалпы адамдардың бір-біріне деген жылулығы сондай жоғалып барады, сондай жылулық, махаббат жоғалған кезде адамдар депрессия дейді, апатия дейді, психологиялық жаңа ауруларға душар бола бастайды адамдардың бәрі. Қым-қуыт тіршілікке толы дөңгеленген дүниеде адамдар бір-бірін түсінуден қалып барады. Әр адам өзінше жалғыз. Сыр бөлісіп қуанышымен мұңын айтар жан жоқ. Ал атана баланың тамағы тоқ, киімі бүтін болса жеткілікті деп ойлайды. Оның жан дүниесіне үңіліп, жақын тартуды ескере бермейді. Ер басып жүрген тілі, құндылық ол мынау адамның өз екендігін біз айтуымыз керек. Осы заманда адамның мына әлем-жәлем дүниеде байлықтан басқа, мансаптан басқа адамның өзінің ары мен ұяты бар екендігін, адамгершілігі бар екендігін, оның бойына Алла тағала берген сезім бар екендігін біз соны кейінгі жастарға біз насихаттап айтуымыз керек. Жалғыздықтың құрсауында қалған Жазира тек емдеуші дәрігер Сәбитке ғана сенеді. Күйзеліске ұшыраған жанды түсінуге тырысқан дәрігер мен бойжеткеннің арасында сезім оты тұтанады. Жазираны жан күйзелісінен алып шығар жалғыз жол махаббат. Дәрігер Сәбиттің рөлінде танымал актер Азамат Сатыбалды. Кейде бір өзіңмен өзің қалғың келеді, бір жеке бір көрермен бір сыбырласып сөйлескің келеді. Мына ішкі жан дүниеңді жеткізгің келеді. Кейде айқайлаған кезде адамның, актердің ішіндегі мынау тұнып тұрған сезім үркіп кетеді. Ал дәл осы сахна жай ғана сыбырлап қана жеткізесің. Жай ғана көзіңмен, махаббатты да, мұңды дағы, қарсылығыңды да, соның барлығы көрерменмен ара қатынастағы бір әдемі бір алтын көпір жіп пайда болады. Шығармада сондай-ақ адам бойындағы мансапқорлық, жағымпаздық секілді мінездерді көруге болады. Жазираның әкесі Мұхит өз мақсат мүддесі үшін жалғыз перзентінің тағдырын құрбан етуге бар. Мұнан асқан мейірімсіздік, қатыгездік жоқ. Қойылымға Зарина Кәрмен, Дария Жүсіп, Асылбек Боранбай, Айдос Бектемір, Жұмағали Махан, Күнсұлу Шаяхмет сынды театр әртістері қатысады. Театр репертуарына қосылған жаңа қойылымның бағасын көрермен бермек.